Қазақтың ұлттық әндері ежелден бері келе жатыр. Бұл әндердің мағынасында тәрбие мен дәстүрлер туралы айтылады. Қазақтың ұлттық аспаптары нәзіктігімен, құлаққа жағымдылығымен ерекшеленеді. Дауылпаз бен шындауыл ежелгі көшпенділерде аса танымал болған аспаптар түрі. Бұл аспаптарды ежелгі әскерлер жорыққа шыққанда қолданған. Дауылпаз аспабы бір тұтас ағаштан жасалса, шындауыл аспабында металл бөлшектері қолданылады. Аспаптардың алдыңғы бетін түйе немесе қой терісінен тартып, ұлттық оюмен өрнейді. Сыбызғы рухани аспап болып саналған. Сыбызғы ойнағанда дала үндестігімен 20-25 үнді қосып адамдарды тебіренткен. Тағы көне аспаптың түрі жетіген. Жетіген жеті шектен тұрады. Жұмсақ әуезді дыбыспен ерекшеленеді. Халық арасында тез таралған домбыра түрі шіңкілдек балалар аспабы болып саналады. Екі шектен тұрады. Балалардың жан дүниесіне, сезіміне, музыкалық қабілетіне үйлесімді болып келеді. Жасалу тәсілі қарапайым. Қуыршақ театры домбыра күйімен жиі сүйемелденеді. Ол үшін шеберлер тау ешкінің пішінімен арнайы платформа жасап, күй мағынасын жеткізіп отырады. Шерттер қазақ халқының көне шекті музыкалық аспабы. Шерттер аспабы ағаштан ойылып, ешкі терісінен қапталған. Шерттер аспабын көбінесе аңыз әңгімелер айтылу барысында қолданады. Қазақ халқының аспаптарын жасау барысында табиғи материалдар қолданғандықтан дыбысталуы өте әсерлі. Кез келген аспапты қазақ халқы қастерлеген. Сол себепті ұлттық аспаптар ғасырдан ғасырға, ұрпақтан ұрпаққа беріліп келе жатыр.